Сәлем достар, шахмат каналын қарап жүрсіңдер ме? Бүгін біз керемет тәжірибелік сабақ болады. Қазір 3-2 форматында ойнайтын болам. Әдемі 2 партия ойнаймыз. Настроение, как говорится, на высоте. Ойнап көреміз. Ең бастысы, мұқият соңына дейін көріңіздер. Барлық тәжірибемен бөлісіп ойнауға тырысамын. Кеттік 3-2 форматында жіберіп көрейік. Біздің уровеньде өте мықтылар ойнайтын болады. Так, көрейік. Александр Дрелкин дейді. Александр Деркель дейді. Александр Деркель. Бұл қай жақтың азаматы екен? Түсінбедім. United Nations дейді. United Nations. Білмеймін қай жақ, қандай мемлекет екен. Егер білетін болсаңыздар, комментке жазып кетіңіздер. Так, қандай дебют ойнаймыз? Давайте өзіміздің коронный итальяндық партияны ойнап көрейік. Өзі қалай ойнайды? Қарсыласымыз әдемі ойнауда, өте керемет ойнауда. Так, давайте Эвансона вариантын ойнап көрейік, өте ұнайды. Так, D4 ойнаймыз, қарсыласымызды көреміз, бүкіл вариантты білем екен. Так, 7, осы жерден рокировка жасаймыз. 2 пешкі бердік қарсыласымызға, бірақ қазір сұмдық атаканы бастайтын боламыз. Так, уақытты үнемдеу керек. Ең бастысы точно ойнау керек. Бұл жерде енді ферзді шығарамыз. Мұна үлкен диагоналға қалай қорғанады екен тексереміз. Мүмкіндікті пайдалануға тырысамыз. Так, ферзбен жапты, өте керемет ойнауда қарсыласымыз, өте керемет ойнауда. Так, не істеуге болады? Ойлану керек бұл жерде. Ойлану керек. Так, пешкін алдыға жүретін болсам, не істейді маған? Так, тарс жеймін дейді 2 рет. Так, өте қызық. Так, алдыға жүретін болсам. Нестандартный. Бұл жерде мынаны жесем, мынаны жеп алады. Сосын бізде қандай мүмкіндік бар? Атты шығара алам, иә? Так, шах беруге мүмкіндік болады бізде еще. Так, ойлану керек. Бұл жерде мүмкіндіктер. Так, бұлай жүретін болсам, сосын жеймін. Сосын так, кеттік алдыға. Шабуылды ұйымдастырамыз. Құласақ нардан қылаймыз дейді. Қазақша айтқанда 2 пешкі тұлбатырық, бірақ бұл жерде енді атаканы сұмдық жасамасақ, бұл жерде бізге мүмкіндік аз. Міне слонды шығарамыз. Өзі Эвансонның стилінде барлығы. Еш нәрсеге қарамаймыз. Слондар атады. Мүмкіндік бар бұл жерде. Так, енді бұл жерде ойлану керек, не істеу керек, не істеуге болады. Так, жеп жіберсем. Давайте бір тексеріп көрейік, жеп жіберейік. Орталықты бұзуға тырысамыз. Қазір D5 шах пен слон атып алатын мүмкіндік бар бізде. Оған енді ойлану керек, немен жейді? Так, пешкін алдыға ойнады. Өте керемет ойнауда қарсыласымыз. Сол себептен бізге де мүмкіндік бар. Так, кеттік алдыға қарай. Бізде қорқу деген жоқ, қашу деген жоқ, тек қана алдыға ойнаймыз, достар. Так, енді біз бұл жерге қарап отсаңыздар, сұмдық атака. Мына слондар керемет ойнауда. Қазір F7-ні бұзатын боламыз. Қазір бұл жерде мүмкіндік бойынша тездетіп атты шығарып алу керек, екінші атты. И мына пешкеге шабуылды ұйымдастырады. Егер мына қара слонды ұтып алатын болсақ, біздің мүмкіндігіміз өте зор болады. Қазір мынаны атты алуға да қиын, мынаны жеуге де қиын. Мынаны жеуге болмайды, себебі шах болады. Так, жеді, бізде жейміз. Так, қарсыласымыз өте грамотны ойнауда. Бізде қандай мүмкіндік бар? Так, достар, қарсыласымыз фигура атылған сияқты шах беретін болсақ. Бірақ оның да слоннан шығатын мүмкіндігі бар. Соны да ойлау керек. Одан қалай құтыламыз? Қандай мүмкіндік бар? Так, уақыт кетіп жатыр. Так, әзірге слон шығартпау үшін атты жүретін болсам. Так, не істеуге болады? Может быть, пешкіні бере салам алдыға қарай. Слонды айырбастап болғаннан кейін шахпен ұтып алам. Я, достар, керемет! Кеттік алдыға қарай. Пешкіні лақтырамыз. Бізге бұл пешкі керек емес, себебі мына слонды мына жаққа шыққан маған ұнамады. Сол себептен шахпен ұтып алуыма болады нет, негізі бұлай ойнағаннан кейін. Бірақ алып жібереміз. Міне мына слонды ұтамыз қазір. Так, енді шахпен тексереміз. Сол баяғы планымызға барамыз ойлағандай. Слонды ұту керек. Так, жеп алдық слонды.
енді бұл жерде мүмкіндікті пайдаланамыз. Так, пока рокировка жоқ, слонымыз керемет. Қазір атты шығару мүмкін қарсыласымыз. Онда біз двойной удар жасаймыз. Міне, атқа шабуыл және мына жаққа шабуыл. Так, ат кетті, сондықтан мына жақтан аламыз. Міне рокировка жасай алмайды, сол себептен осындай керемет шабуылдар кетеді. Так, 1 минут уақытымыз бар, қарсыласымыз жақындап келе жатыр. Позициямыз өте керемет, ұнайды. Бір фигура қалтада, былайынша айтқанда. Так, айырбасты маған ұсынып отыр. Так, айырбас бізге жақсы ма? Сұрақ. Бізге айырбас әзірге керек емес, сол себептен бізде қашып кететін мүмкіндікті іздеу керек. Так. Жарайды, айырбастамаймыз, қашамыз, мүмкіндігінше қазір ферзді перевод жасаймыз. Фиянке, так, атымызды шықты, қарсыласымыз қате жіберді, қазір мынаны алып жіберуге тырысамыз. Ойланбай аламыз. Так, қарсыласымыз максимал түрде қорғануда. Так, атпен кіреміз. Көрдіңіздер, барлығы темппен, қазір осындай шақтан кейін жағдайлары өте қиын болатын болады. Так, енді бізге қалғаны 2 ладьяны 2 жерге қою керек. Сонда позициямыз өте керемет болады. Олар пешкіні қорғап атыр, бірақ пешкіні қорғайым дегенше бізде атымыз уже ойынға қосылып алды. Так, рокировка жасады. Мәссаған. Онда жай ғана матқа бір ходта тексеріп көрейік. Корольдің жағдайын. Қазір мат қоямыз. Тук-тук деп сигнал береміз. Мына 2 жерден сұмдық кіреміз. Қазір 2 жерден де мат болайын деп тұр. Өйткені бірінші ферзь кіреді, артынан ладья кіретін болса мат, болмаса сразу мат болады бір ходта. Так, қарсыласымыздың уақыты өте аз, уақыт азайған сайын қателіктер өте көп жібереді. Қарсыласымыз ойланды, қателігін түсінген болу керек. Енді бізге мүмкіндік бар. Шах беретін болсам, мына жаққа қаша атпен шах бересің. Так, ода мүмкіндік бар, өте зор мүмкіндігі. Сондықтан бізге қандай мүмкіндік бар? Так, ойлану керек. Ортаны бұза алмаймын әзірге. Так, мына жерге қоятын болсам. Так, тездету керек, достар. Так, жарайды. Атты мына жақтан кіріп көрейік. F4 жүрісін ойнады. Так, бізге қандай мүмкіндік бар? Жарайды. Мына жақтан қапталдан кіруге тырысамыз. Өте жылдам ойнау керек, достар. Қарсыласымыз әдем ойнауда. Айырбасқа қойып қояйық привходқа. Уақыт өте аз. Енді ойынның ең қызықты сәттері басталды деп ойлаймын. Тек қана точный ходтар жасап отыру керек. Тура. Бұл жерде қате жіберуге болмайды. Уақыт өте аз. Екеумізде де мына атты мына жақтан да кіргізгім келіп тұр. Так, алды. Жаңа мен привход басқан сияқтының басылып кеткен сияқты. Жарайды. 10 секунд уақыты қалды. Так, қарсыласымыз шах береміз. Так, қорғанып алайық. Қазір ұрамыз мына жерден. Айырбас біз үшін жақсы. Қарсыласымыз тырп етпейміз. Мүмкіндік вообще бермейміз. Так, вилка қойды, өте керемет ход тауып кетті қарсыласымыз. Жарайды, біз ладьяны береміз, мат грозит. Міне балалар, достар, әдемі мат болды осындай керемет. Көрдіңіздер, уақыт аз қалған кезде қарсыласымыз өрескел қателік жібереді. Осындай шахмат ойында міне әдемі кіріп кеттік. Ұнаса, достар, лайкты аямаңдар. Қазақ тілі шахмат каналын дамытайық бірге. Комментке ойларыңызды жазыңыздар. Менде жіберіп алған мүмкіндіктерім болса, сіздердің өз ойларыңызды жазып кетуді ұмытпаңыздар. Кеттік, келесі партияны ұсынып көрейік. Так, бүгін бізде, достар, 12 мамыр күні, сәрсенбінің сәтті күні. Так, кеттік. Қарсыласымыз Индия мемлекетінің азаматы. Индиялықтар үнділіктер өте мықты болады. Сол себептен бұл жерде бізге мүмкіндік іздеп көру керек. Так, бұл жерде енді бүгін бізде енді открытый шайқасқа баруға тырысамыз барынша. Так, бұзамыз, кеттік, давайте. Артқа қарай шегіну деген жоқ, бізде тек қана алдыға ойнаймыз, барлық фигурамен. Артқа шегінуді білмейміз, шабуылды ұйымдастырамыз, максималды түрде. Так, қарсыласымыз өте қауіпті ойнауда, сол себептен слонды шығарамыз. Қарсыласымыз бұлай келуген ойы болған, сол себептен маған слонды шығаруға тура келді. Так, айырбастайық дейді қарсыласымыз, сол себептен артқа қашамыз. Айырбастасаң, өзің айырбаста. Маған линия ашылады. Так, әзірге енді рокировка жасатмаймыз, мүмкіндігі шектеулі. Әзірге рокировка жасайтын болса, біз ойланамыз. Бізге керек па рокировка? Может, шабуылды ұйымдастырамыз корольге қарай.
Сол себептен қарсыласымыз тоже ойлануда, жағдайы оңай емес бұл жерде. Мынандай ладьямен рокировка жасау өз-өзіне орғазғанымен тең. Сол себептен біз рокировканы жасау-жасамау жолын әлі ойланатын боламыз. Так, қарсыласымыз кіруде. Так, қандай мүмкіндік бар? Жарайды, атымызды шығарайық. Айырбас біз үшін тиімді. Айырбастасақ айырбастайық. Центр өте керемет. Так, енді мына қара слонның мәселесін шешетін болсақ, мына пешкеге шабуылды ұйымдастыратын болсақ, так, қарсыласымыз не істеп жатыр? Өте еш нәрседен қорықпайтын көрінеді. Так, жеп алайық. Так, бір шақ беретін болсам атпен жабады. Так, давайте достар, слонды шығарайық ойынға. Мына слон өте белсенді, сол слонның мүмкіндігін азайтайық. Так, енді бұл жерде бізде қандай мүмкіндік бар? Пока әзірге рокировка жоқ, сондықтан атпен кіреміз. Қазір шақты ұйымдастыруға көздеп отырмын. Так, әдем ойнауда қарсыласымыз. Әдем ойнауда. Так, бізде қандай мүмкіндік бар? Так. Давайте ладьяна белсенділік танытайық. Так, пока ода рокировка жоқ, сол себептен еш нәрседен қорықпаймыз. Так, өте белсенді ойнауда қарсыласымыз. Так, бізде қандай мүмкіндік бар? Так, кеттік. Пока король ортада, қарсыластың да король ортада, осындай шабуылды ұйымдастырайық. Так, жарайды, пешкені алдыға қарай ұра береміз. Көріп отырсыздар, мына связканы пайдаланамыз. Так, уақыттан бірнеше секунд қалып келе жатыр, сол себептен мүмкіндікті пайдалануға тырысу керек. Так, бізде қандай мүмкіндік бар? Қарсыласымыз өте мықты ойнауда. Так, алдыға жүретін болсам, шақпен алып алатын болсам, атты алып алатын болсам, ферзбен кіретін болсам, мүмкіндіктер өте зор. Так, мына жақты алатын болсам, ол мынаны алып алады, екі рет, сосын болмайды. Так, жарайды достар. Бізде белсенді ойнайық. Так, алды. Енді сұрақ немен аламыз? Әрине пешкемен аламыз мына жақтағы. Енді рокировка қай жаққа қарай жасайды екен? Әзір мүмкіндік бермей жатыр рокировка жасауға. Біздің де король өте қауіпті. Бірақ біздің пешкелер өте белсенді, сол себептен бір нәрсе шығаруға тырысамыз. Так, ойланамыз. Так, қарсыласымыз өте мықты ойнауда. Так, өте мықты ойнауда. Так, қандай бізде мүмкіндік бар? Королімізді ортаға. Жарайды, королімізді ортаға қарай қояйық. Ферзі кіргісі келіп тұрақ. Бірақ ол не істей алады кіргенде ол жерге? Сұрақ туындайды. Так, F5 ойнайтын болсам, мүмкіндік бар. Так, мына жақтан қапталдан кіретін болсам. Жарайды, достар, алып жіберейік. Оның да король өте қауіпті. Так. Так, бізге қандай мүмкіндік бар? Жарайды, алып жіберейік. Кірейік ферзбен қапталдан. Мына пешкесін тексеріп көреміз, қалай қорғайды екен. Қазір белсенділік танытуға тырысамыз. Ладьяны алып келеміз мына жақтан. Негізі ладьяны алып келуге болатын еді, бірақ енді ферздің белсенділігі маңыздырақ бізге. Так, жарайды, ладьяны алып келеміз. Бақ, мына жақта еш нәрсе жоқ. Короліміз жақсы жерде тұр. Так, ортаны бұзуға тырысып жатыр барынша. Өте белсенді ойнауда қарсыласымыз. Так, жарайды. Так, біз алдыға қарай ойнайтын болсақ, мүмкіндік бар ма қашып кететін пешкемен? Так, бізге ойлану керек, достар. Ферзді айырбасқа қойсам, ода оның пешкелері шабады ғой. Ол да қауіпті бар. Жарайды, мына пешкені бере салай. Сәл жағдайымыз оңай емес. Сондықтан корольмен алдыға қарай шабамыз, еш нәрседен қорықпаймыз. Белсенді корольдің мүмкіндігін көрсетеміз. Так,
өзі кеп тұр екен, жарайды. Алдыға пешкілеріміздің мүмкіндігін барынша пайдаланайық. Қазір ладья ферзбен кіретін боламыз, мына жақтардан, қапталдардан ферзбен жеуге тура келеді. Король әдемі тығылатын сияқты мына жаққа. Так, бір шақтан кейін, так, бір ладьямен шақ бере алады маған бір рет. Так, ладьямен алатын болсам. Жарайды, ладьямен алайық. Так. Артқа қарай қашуға тура келе ма? Сұрақ туындайды. Артқа қарай қашуға тура келе ма? Белсенді түрде корольмен қашамыз. Есептеу керек, достар. Так, бұл жерде енді бізге де жағдайымыз ауыр. Жалғыз король, вечный шах дейді. Тең болып кетпесе болды. Міне әдемі кірдік, достар. Связканың мүмкіндігін пайдаландық. Так, шах! Керемет. Король қашты. Міне көрдіңіздер, келесі ход қай жерге король жүрсе де, келесі ход ладьямен мат болады. Міне көрсете салай. Корольмен артқа қашса, ладьямен мат, былай да қашса мат. Бұны линейный мат дейді. Достар, сіздерге ұнаса, лайктарды аямай, комментарийға пікірлеріңізді жазыңыздар. Ең басты біздің каналмен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта часто бізде стрим болып тұрады. Сон алдын ала жарнама сіздерге алдын ала хабарландыру жіберіп тұруға тырысам. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық.